Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осы уақытқа дейін менімен бірге болып мені қолдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай айран көже жасауды үйрететін боламын. Айран көже, салқын көже деп аталады. Ол үшін бізге қажет болады дәл осындай бидай және ақ жүгері қолданатын боламын. Ал сіздер сары жүгері немесе күріш, немесе тары, перловка қолдана аласыздар. Енді мен жарты пиала бидайдан салдым, ал жарты пиала ақ жүгеріден салдым. Ал сіздер жеке-жеке қайнатып жасасаңыздар да болады. Мен араластырып істейтін боламын. Әр жерде әртүрлі жасайды. Кейбіреулер бидай мен жүгерін дәл осылай суға бұқтырып 2 сағат бұқтырып қойып, сосын барып қайнатады. Ол кезде газ аз кететін болады. Ал мен жақсылап жуып алып, сразу газға қойдым және 3-4 сағат пісіріп алдым. Жүгерлері, бидайлары жұп-жұмсақ піскенге дейін. Ал сіздер қалағаныңыздай жасай аласыздар. Осындай ыдысқа жуып тазалап алған жүгеріміз бен бидайымызды саламыз. Және 3 литрдей су құямыз. Ал суын да құйып алдық, енді газға қоямыз. Өздеріңіз қалауыңызға байланысты тұз салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Кішкене қайнап шыққаннан кейін бетіндегі көбіктерін алып тастайтын боламыз. Ал көбіктерін де тазалап алып тастадық. Енді тағы қайнататын боламыз. Қатты қайнатуға болмайды. Былқылдап жай қайнауы қажет. Арасында араластырып тұрамыз. Біздің жүгеріміз қайнап жатыр. Уже менде 2 сағаттай қайнады. Дәл осылай қайнап жатыр. Жүгеріміз, бидайымыз жақсылап пісіріп алдық, пісті. Дәл осындай ісіп, көтеріліп, көбейіп шығады. Ал енді мен тоңазытқышқа 1 күнге салып қойдым, суысын деп. Суығаннан кейін дәл осылай қою болды менде. Енді айранымызбен мен сметанада қостым. Ал сіздер тек қана айранға жасасаңыздар болады, немесе құрт қолдансаңыздар да болады. Құртты да суға жібітіп қойып қоссаңыздар өте дәмді, ерекше болады. Мен сметанамен айранымызды жақсылап араластырып, су құйып араластырып алдым. Достар, менің каналымда әртүрлі қарапайым рецептер бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Және достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал енді жақсылап араластырамыз. Суyu немесе қою болған қаласаңыздар өздеріңіз су қосып немесе қоюлау жасасаңыздар болады. Мен ішіне дәл осылай райханда турап салдым. Өте дәмді болады, иісі де әдемі болып шығады. Жаздың күнінде, шілдеде таптырмайтын салқын сусын болады. Міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Ал райхандарымызды да майдалап турап қосамыз. Араластырып жібереміз. Мен тұзы аз болғандықтан тұз, қара бұрыш қостым. Қара бұрышты да қоссаңыз болады, қоспасаңыз да болады. Мен қара бұрыш қосылғанын өте жақсы көремін. Ал біздің көжелеріміз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай қою болады. Және өте дәмдері де ерекше болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәл осылай пісіп шығады. Жаздың ыстық күнінде өте пайдалы, дәрумендерге бай және сусыныңызды басатын өте дәмді көже болады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар. Және поделиться түймешесін басып, достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Ал достар, сіздерге сәттілік.